Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі біздің өтетін сабағымыздың тақырыбы электрондық баланс әдісі. Олай болса, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты 9-2-2-7 электрондық баланс әдісімен тотығы тотықстану реакцияларының коэффициенттерін қою. Жаңа сабақты бастамас бұрын, алдыңғы сабақта сіздер тотығы тотықсыздану реакциялар тақырыбын өткен болатынсыздар. Сол сабаққа кішкене шолу жасайық. Яғни, мына сұрақтарға жауап бересіздер. Бірінші, тотығы тотықсыздану реакциясы деген не? Екінші, тотықтырғыш дегеніміз не? Үшінші, тотықсыздандырғыш деген не? Төртінші, мына берілген қосылыстардың тотығы дәрежелерін анықтаңыздар. Бесінші, орын басу реакциясы тотығы тотықсыздану реакциясына жатады ма? Жауабыңызды дәлелдеңіз. Осы тапсырмалардың барлығын жауаптарыңызды дәптерлеріңізге орындап жазасыздар. Сіздерге барлығы 3 минут уақыт беріледі. Сұраққа жауаптарыңызды жазып болсақ, ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, бүгін сабақта не үйренесіздер? Яғни, сабақтан меңгеретіндеріңіз. Бірінші, электрондық баланс әдісімен химиялық реакциялар теңдеулерін құруды үйренесіздер. Екінші, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыш үшін коэффициенттерді тауып, теңдеуді теңестіруді үйренесіздер. Және үшінші, бекіту тапсырмалары беріледі. Тотығы тотықсыздану реакция теңдеулерін теңестірудің әдістерінің бірі электрондық баланс әдісі деп аталады. Ол тотықсыздандырғыштың берген электрондарының жалпы саны тотықтырғыштың қосып алған электрондарының жалпы санына тең. Электрондық баланс әдісімен химиялық реакциялар теңдеулерін құру бірнеше сатыда жүреді. Яғни, атап айтатын болсақ, бірінші, реакция теңдеулерін коэффициентсіз жазу. Екінші, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың тотығу дәрежелерін көрсету. Үшінші, электрондық теңдеу құру, яғни тотығу және тотықсыздану процестерін көрсету. Төртінші, тотықсыздандырғыш берген электрон саны тотықтырғыштың қосып алған электрон санына тең болу. Бесінші, реакцияға қатысатын басқа қосылыстар үшін коэффициенттерін қойып теңестіру. Осы айтылған мәліметтерді мына бейне көрініс арқылы қарастырайық. Тотықсыздану реакциялар дегеніміз әрекеттесетін заттардың құрамындағы элемент атомдарының тотығу дәрежелері өзгере жүретін реакциялар. Тотығу тотықсыздану реакциялары теңдеулерінің жүруі және теңестірілуі мынадай тәртіппен жүреді. Электрондық баланс арқылы түсіндіру әдісі. Алдымен реакцияға түсетін заттардың формулаларын жазып, бағдарша қойып, реакция өнімдерінің формулаларын жазып, тотығу тотықсыздану реакциясы теңдеуінің сызбанұсқасын құрамыз. Мысалы, аммиак оттегімен әрекеттескенде азот эквивалентті оксиді және су түзіледі. Тотығу дәрежелері өзгеріп тұрған элементтердің таңбаларының үстіне тотығу дәрежелерін жазамыз. Реакцияда тотығу дәрежелерін өзгертіп тұрған элементтерді бөліп жазамыз. Азот минус 3-тен плюс 2-ге дейін, оттегі 0-ден минус 2-ге дейін өзгерді. Сәйкес атомдар мен иондар қанша электрон беріп және алып тұрғанын тауып, тотықтырғыш пен тотықсыздандырғышты анықтаймыз. Тотықсыздандырғыш азот электронын беріп жібереді. Тотықтырғыш оттегі электронды қосып алады. Осы көріністі координация осы арқылы көрсетеміз.
Беріп жіберген және қосып алған электрондарды есептейміз. Олардың сандары тең болу керек. Оттегінің молекуласындағы 2 электронға көбейтіліп, реакция өнімдегі оттегінің алдына коэффициент түрінде қойылады. Ең кіші ортақ еселік 20 арқылы коэффициенттерді табамыз. Табылған коэффициенттерді тотығу-тотықстану реакция теңдеуіне сәйкес формулалардың алдына қойып теңестіреміз. Дұрыс жазылған реакция теңдеуі заттар массасының сақталу заңын сипаттайды. Сондықтан реагенттер мен өнімдердегі атомдар саны бірдей болуы керек. Сонымен қатар олардың заряд сандары да бірдей болуы қажет. Енді балалар, осы сабақта алған білімімізді бекіту үшін оқулықтағы 8-ші тапсырманың қалған 5 реакция теңдеулерін жазып, электрондық баланс әдісі арқылы теңестіресіздер. Әрбір реакция теңдеулеріне жазғандарыңыз үшін төмендегі дескриптор бойынша бағаланасыздар. Ендеше барлықтарыңызға іске сәт. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.